Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз тірі өліктер хикаясының 5-ші маусымына шолу жасаймыз. Жалғасын көргіңіз келсе, әдеттегідей 2000 лүпіл жинап, арнаға тіркеліп пікір қалдыра кетіңіз, және Telegram арнаға тіркеліңіз. Ал біз бастаймыз. Ходячие мертвецы. Бірінші бөлім. Каннибалдар тобына тұтқынға түскен топ қолдарында бар заттармен қарсы тұруға тырысуда. Бірақ жағдай олар күткендей болмайды. Адам жегіштер жемтіктерін біртіндеп құрбан етуде. Кезек кейіпкерлерге келгенде жарылыс орын алады. Біраз уақыт бұрын Тайрис пен Кэрол сәбиді көтеріп келеді. Олар да терминуске жол тартқан. Үшеуіне жақындаған тірі өліктер тобы атыс даусын естіп сол жаққа бет алады. Кэрол дауыстың терминустен шыққанын түсініп, не болып жатқанын анықтамақшы. Сол арада терминустен шыққан бір адамды ұстап, қол аяғын байлап тастайды. Оның жанында сәби мен Тайрис қалғанда, жолдастарын құтқаруға Кэрол аттанады. Әйел үстіне өліктің іш құрылысын жағып, өліктер тобыры мен терминус маңына келіп, достарын ұстап алғанын көреді. Барлығын жақсылап барлаған әйел өліктердің қаптағанын пайдаланып, газ сақталған бөшкені жарып жіберген. Өліктер ішке қаптап кіріп жатқандықтан, басшылар адамдарына көмекке кетеді. Осы сәтте Рик қолындағы жаңқамен білдіртпей қолын босатып, қасапшыларының көзін құртып, достарын босатады. Терминуске өліктермен бірге Кэрол да кіріп, атқыштардың көзін құртуда. Рик болса достарына бұл хайуандарды аямай бірден өлтіру керектігін айтуда. Олар сыртқа шығып, өліктермен қақтығысқа түсіп жатқан каннибалдарды өлтіреді. Кэрол Мэриді іштен ұстап алып, өз тобындағы адамдардың қайда екенін сұрауда. Алжыған кемпір олардың қайда екенін айтатын емес, сондықтан ол өліктерге жемтік болады. Ал Тайрис сырттағы өліктерге алаңдап қалғанда, тұтқын оны сәбимен қорқытып, ер адамды сыртқа шығуға мәжбүрлейді. Артынша ол жолдастарымен байланыс алмай жатқанда, өліктерді жайратқан Тайрис оны соққының астына алады. Терминуста Рик бастаған топ вагонда қамауда жатқан жолдастарын шығарып құтқарып алады. Солай күлі көкке ұшқан терминустен достарын алып шыққан Рик жасырған қаруын алып, тірі қалған каннибалдардың көзін құртпақшы, бірақ қалғандары қарсы. Осы арада олар өздерін құтқарған Кэролды кездестіріп қауышуда. Это все ты? Спасибо. Идемте со мной. Әйел оларды ертіп, екі отбасын туғандармен қауыштырады. Енді топ бұл қарғыс атқыр жерден алшаққа кетпекші. Убежища нет. Екінші бөлім. Орман ішімен келе жатқан топ көмекке шақырған дауыс естіп, өліктер қоршауында қалған діндерді құтқарады. Діндердің есімі Габриэл. Рик бір түрлі ер адамды тексеріп бұрынғы сұрақтарын қояды. Ер адам түгілі өліктерді де өлтірмеген. Ол дініне адал. Артынша ол құтқарушыларын орман ішіндегі шіркеуіне алып келеді. Рик әдетінше қауіпсіздік үшін шіркеу үшін тексеріп шығады. Солай олар қауіпсіз жерді паналамақшы. Ал Абрахам болса әлемді құтқаруға осы топпен бірге аттанғысы келіп, Рикті көндіріп бағады. Бірақ олар әзірге ес жиып, керек жарақтармен қамтамасыз етілмекші. Артынша топ жан-жаққа бөлініп, керек жарақтарын іздеуге шығады. Рик әлі де сенбейтін дін қызметкерін ертіп, тамақ алып жүрген жеріне келеді. Олар солай өліктер толы жер төлігі түскенде нәзік жанды Габриэлді құтқаруға тура келеді. Солай көптеген тамақ тапқан кейіпкерлер шіркеуге оралады. Ақыры көңілдері орнына түскен кейіпкерлерге Абрахам бұлай өмір сүре беруге болмайтынын, оларға Вашингтонға барып әлемді құтқару керектігін айтады. Қалғандары да оның сөзімен келісіп жолға шықпақшы. Сол уақытта сыртта жүрген Кэрол мен Дэрил Беттиді ұрлап кеткен адамдардың көлігін аңғарып, жөндеп қойған көліктерімен соңдарынан қуады. Ал сыртта өз-өзімен қайғырып жүрген Бобты тірі қалған каннибалдар талдырып алып кетеді. Олар жігіттің аяғын кесіп азық етуде. Үшінші бөлім. Каннибалдар бұнымен тоқтамай топтың барлығының дәмін татпақшы. Осы сәтте Боб қарқылдап тұрып күліп, өзін өлік тістеп алғанын көрсетеді. Ер адамды тамақ алуға барғанда жер төледе тістеп алған. Шіркеудегі топта ағаштағы белгілерді қарап, өздерін біреу аңдып жүргенін аңғарады. Олардың қолдарында жоғалып кеткен Боб, Дэрил және Кэрол болуы мүмкін. Ашуға булыққан Саша діндерді кінәлап, оны сұрақтың астына алуда. Бірақ діндердің бар кінәсі барлығы басталғанда шіркеуге ешкімді кіргізбегенінде. Артынша топ сырттан ес-түссіз жатқан Бобты табады. Ер адам оларға болған жағдайды айтып беріп, өзін өлік тістеп алғанын көрсетеді. Абрахам болса ештеңкеге қарамастан тезірек Вашингтонға кету керектігін айтуда.
Бірақ Рик Дэрил мен Кэролды тастап кетуді ойламайды. Сондықтан Глен мен Мэгги достарына осы жолы көмектессе Вашингтонға бірге баруға келіседі. Солай каннибалдардың қайда жасырынғандарын білетін Риктің тобы көздерін құртуға аттанады. Айуандардың да күткендері осы еді. Бастапқы топ кете сала, олар шіркеуге кіреді. Олар бұл жерде кімдер қалғанын жақсы біліп, жасырын бөлмелеріне басып кірмек болғанда, барлығын түсінген кейіпкер қайта келіп, бірнешеуін жайратып тастап, қалғандарын өмірге аттандырады. Артынша барлығы Бобпен біртіндеп қоштасып, достарын мәңгілікке келмеске жібереді. Абрахам Рикке жүретін жолдарының картасын беріп, Глен, Мэгги және Тараны алып, алтауы әлемді құтқаруға аттанады. Артынша шіркеуге Дэрил жанына біреуді ертіп келеді. Где Кэрол? Выходи. 4-ші бөлім. Бетти ауруханада есін жияды. Оған келген дәрігер мен полиция қызметкері қызды жолдың бойынан өліктер арасынан тапқандарын айтады, және қыз жалғыз болған. Дәл осы ауруханада ештеңке өзгермеген секілді. Барлығы өз міндеттерін атқаруда. Бұл жерді басқаратын полиция қызметкерлері сыртқа шыққанда адамдарды құтқарып, жаралыларды емдеуге тырысатын болу керек. Сол арада олар терезеден құлап кеткен ер адамды алып келеді. Неге екені белгісіз, олардың басшысы дәрігердің үміт жоқ дегеніне қарамастан ер адамды құтқаруын талап етіп, ашуын дәрігерге көмектесіп жүрген жазықсыз Беттиден алады. Бетти сол арада тазалықпен айналысып жүрген Ной есімді жігіттен бұл жерге түскен адам кете алмайтынын естиді. Бірақ жігіт берілуді ойламайды, ол қашуды жоспарлауда. Сол арада Беттиге азғын Горман есімді ер адам тиісуде. Ал дәрігер қызды қорғап бағады. Дәрігер қыздың неге бұл жерден кетпейсің деген сұрағына тірі өліктерді көрсетіп жауап береді. Ер адам сыртқа шықса аман қалмайтын біледі. Артынша Бетти дәрігердің айтуымен басшы Доунның бағалы ауруына дәрігеді. Сол сәтте ер адам мерт болады. Қызды бәледен құтқарғысы келген Ной кінәні өз мойнына алған. Доун жігітті жазалағанымен оның кінәсі жоғын білген. Әйел өркениет қайта келгенше адамдарды тәртіппен ұстап тұрмақшы. Барлығының дұрыс еместігін түсінген Бетти Ноймен бірге қашпақшы. Екеуі солай жоспар құрып, Бетти Доунның бөлмесінен кілт алуға кіргенде өлі жатқан әйелді көреді. Қызды осы сәтте азғын Горман ұстап алып қорламақ болғанда, Бетти оны тірі өлікке айналған әйелге жемтік етеді. Солай жігіт пен қыз адам денесі тасталатын лифті шахтасымен төмен түсіп, өліктерден әрең құтылып, сыртқа шығады. Осы арада Беттиді полиция ұстап алады, ал Ной қашып кеткен. Бетти өз жазасын алғаннан кейін бұл жерге ес-түссіз жатқан Кэролды келіп түседі. 5-ші бөлім. Автобуспен әлемді құтқаруға Абрахам бастаған топ аттанған. Глен мен Мэгги бұрынғы достары арттарынан келеді деп үміттенуде. Осы арада көлікті жүргізіп келе жатқан Абрахам өліктерге алаңдап, жолдағы кедергіге соғылып, аударылып қалады. Абырой болғанда барлығы аман есен. Олар ең маңызды адам Юджинді өліктерден қорғап, бастарын бәске тігуде. Өліктерді жайратқан жолаушылар әрі қарай жаяу жүрмекші. Юджиннің артқа қайтқысы келеді, бірақ Абрахам жарақатына қарамастан әлемді тездетіп құтқаруды ойлауда. Түнде олар бір ғимаратқа тұрақтап таңдатырмақшы. Осы арада Тара Юджиннің автобусты әдейі бұзып тастаған біледі. Өйткені қолынан қорғану келмейтін ынжық ер адам әлемді құтқара алмаса керегі болмай қалама деп қорқады. Тара Юджиннің бұл қорқынышы бекер екенін айтуда. Таң ата олар ішінде ауыз суы бар өрт сөндіру көлігін табады, бірақ оны жөндеу керек. Олар көлікпен қаладан шыққанымен тағы жолда қалады. Солай тағы жаяу жүреді, бірақ алдыда өліктер қаптап тұр. Топ кері қайтпақ болғанда Абрахам уақыт жоғалтпас үшін тіке өтпекші. Ол мақсатының жолында тоқтайтын емес. Осы арада Юджин өзінің ғалым еместігін, яғни індетті қалай тоқтату керектігін білмейтінін мойындайды. Ол өзін қорғағанын қалап, осындай қадамға барған, себебі ол қорқақ. Қатты ашуланған Абрахам оны нокаутқа жібереді. 6-шы бөлім. Дэрил мен Кэрол Беттиді ұрлап кеткен көліктің артынан жүруде. Солай олар Атланта қаласынан бірақ шығады. Қала ішінде көліктің жанармайы таусылғандықтан екеуі қауіпсіз жерде таңдатырмақшы. Азанда екеуі сыртқа шығып, көлікпен жүргендердің қайда екенін анықтау үшін биік ғимаратқа көтеріледі. Екеуі тар есіктен қайта шықпақ болғанда, Ной қаруларын алып, кешірім сұрап, шатырдағы өлікті босатып жіберіп, қашып кетеді.
Екеуі артынша көпірге асылып тұрған көлікті тексеріп жатқанда өліктер қаптап келеді. Екеуіне көлікке бас сауғалап, онымен бірге көпірден құлауларына тура келген. Екеуі де аман есен. Артынша олар аурухананы тауып сырттан бағылайды. Сол арада атыс даусы шығады. Бұл өліктермен арпалысып жүрген Ной болатын. Екеуі жігіттен қаруларын тартып алып, оған жандар ашып, тірі өліктен құтқарады. Жігіт атыс даусы шыққандықтан ауруханадағылар келетінін айтып, тезірек кету керектігін жеткізуде. Дэрил Беттидің сол жерде екенін біледі. Сол сәтте ғимарат маңына көлік келіп тоқтайды. Дэрил Нойға көмектесіп жатқанда, Кэролды көлік келіп қағады. Ной Дэрилге әйелге олардың көмектесетінін айтып тоқтатып, кейін құтқару керектігін жеткізеді. Олардың адамдары мен қарулары көптігін естіген Дэрил Нойды алып достарына аттанған. 7-ші бөлім. Топ шіркеудің қорғанысын жақсылағаннан кейін Кэрол мен Беттидің артынан аттанбақшы. Бұл жерде Карл, Мишон, кішкене Джудит және діндар қалады. Атлантаға жеткен құтқарушы топ жақсылап жоспар құрады. Ал ауруханадағылар ес-түссіз жатқан әйелдің пайдасы жоқ деп аппаратын өшіріп тастамақшы. Бетти басшыдан оны құтқаруын сұрағанда, әйел қызға дәрілер сақтаулы тұрған шкафтың кілтін беріп, оның өмірі енді өз қолыңда дейді. Бетти артынша дәрігерден әйелге не беру керектігін сұрайды. Ер адам қызға керекті затын айтқаннан кейін, Доун кілтті жаны ашығаннан бермегенін айтып ескертеді. Риктің тобы болса, екі полиция қызметкерлерін тұзаққа түсіріп ұстап алады. Сол арада оларға көмек келіп, адамдарын алып кетпек болады. Бірақ кейіпкерлер үш қашқынды бірден ұстап алып, не істеу керектігін ойластырады. Рик Боб есімді адамды күзетуге Сашаны қалдырып, екі тұтқынын жақындарына алмастыруға алып кетпекші. Боб аңқау Сашаны алдап, талдырып қашып кетеді. 8-ші бөлім. Қолы байлаулы Боб қашып шыққан. Оны Рик бірден тауып алып, көлікпен қағып, артынша атып тастайды. Шіркеудегілер болса, діндердің ақмақтығынан сыртқы есікті ашып, қаптаған өліктерден құтқаруына тура келеді. Шіркеуден қашып шыққан кейіпкерлер өліктерге толы ғимараттың есігін бекітіп тастайды. Олар не істерлерін білмей тұрғанда Абрахамның тобы келеді. Мэгги сіңілісінің тірі екенін естіп қатты қуанады. Ауруханада басшы Доун Беттиді және өзін құтқару үшін өз адамын өлтіріп тастайды. Беттидің түсінгені, әйел оны билігін сақтап қалу үшін қорғауда. Артынша Рик басқа полиция қызметкерлерімен кездесіп, адамдармен айырбас жасауды ұсынады. Олар солай келісімге келіп, ауруханада айырбас жүргізбекші. Барлығы ойдағыдай өтеді. Бірақ Доун өз адамы Нойды қалдыруды талап етеді. Бірақ Рик оны бергісі келмегенде, жағдайды қиындатқысы келмеген Ной ауруханаға қайтады. Осы сәтте наразы болған Бетти әйелді ұрып жібергенде, Доун байқамай қызды атып тастайды. Ал Дэрил болса Доунның көзін құртады. Қалғандары мәселе Доунда болғанын айтып, қан төгіске бармайды. Артынша бұл жерге қалған топ өкілдері де келеді. Мэгги сіңілісінің мерт болғанын енді өз көзімен көрді. 9-шы бөлім. Беттиді ақтық сапарға шығарып салған топ Нойдың айтуымен қауіпсіз жер іздеп Вирджиния жаққа қарай ұзақ сапарға шығады. Діттеген жерге жақындаған кейіпкерлер көліктерін орман ішіне жасырып барлауға жаяу шығады. Нойдың жақындары орналасқан жерге келгеннен кейін бұл жердің талқаны шыққан анықталады. Ал қабырғада қасқырлар жақын маңда деп жазылған. Сол арада тірі өлікке айналған Нойдың інісі Тайристің қолын тістеп алады. Жігіт керек жарақтарын іздеп жүрген жақындарын шақырамын дегенше Тайристің жағдайы қиындай береді. Кейіпкерлер оның қолын шауып тастап, асыққан күйі оны көлікке әкеліп, жағдайы барған сайын нашарлап бара жатқан ер адамды қауіпсіз жерге апармақшы, бірақ Тайрис жан тапсырады. 10-шы бөлім. Кейіпкерлер не болса да Астанада қауіпсіз болуы мүмкін деген оймен Вашингтонға жол тартқан. Бірақ сапар оңайға түспеуде. Олардың астары да, жанармайлары да таусылған, барлығы шаршаған. Сол арада олар жол бойынан құтыға құйылған ауыз су табады. Жанында достан деп жазылған жазба бар. Барлығы қатты шөлдесе де белгісіз дүниені ішпейді. Сол арада жаңбыр жауып барлығын бір жадыратып тастайды. Нөсерден тасаланған топ сол маңдағы лашықты паналауда. Солай үміттері жанып өшкен кейіпкерлер әрі қарай не болатынын білмей жүргенде Мэгги мен Саша Арон есімді ер адамды жолықтырады. Я друг. И я хотел бы поговорить с вашим лидером. Зачем? У меня хорошие новости.
11-ші бөлім. Қыздар Аронды лашыққа алып келген. Ер адам кейіпкерлерді біраз бақылаған, сондықтан оларды қауіпсіз тұрағындағы тобына қосылуға шақырады. Әрине көп дүниені бастан өткерген кейіпкерлер оның әдемі сөзіне сенбейді. Ақыры соңында олар жігіттің сөзінің рас өтірігін тексеруді ұйғарады. Топ Аронның сөздері рас екенін анықтағаннан кейін күмәншіл Рикті оған еруге көндіреді. Бірақ оның айтқан жолымен жүрмей, түн жарымда бақылауға шығады. Жігіт айтқандай-ақ, олар жолда қаптаған өліктерге тап болады. Артта келе жатқан жүк көлігі көрінбейді, ал көлік оталмай қалған. Сол арада Арон белгіні байқап, бәрі аяқталғанын айтып қашып кетеді. Кейіпкерлер жігітті өліктерден құтқарып, достарына көмекке асығады. Бірақ олардың жағдайлары жақсы. Аронның Ерик есімді ғашығы оларды қауіпсіз жерге әкелген. Ақыр аяғында екеуіне түбегейлі сенген топ Александрияға жол тартып, біраз уақыттан кейін келіп жетеді. 12-ші бөлім. Кейіпкерлер Арон мен Ерикке еріп Александрияға келген. Рик артынша осы жердің басшысы Дианамен сөйлеседі. Әйел оған бірнеше сұрақ қойғаннан кейін бұл жердің қалай пайда болғанын айтып береді. Архитектор күйеуі мен балалары қаланың іргетасын қалаған. Олар бұл жерде індет басталғалы тұрып жатыр. Солай Рик пен Диана бір-біріне көмектесіп, өркениетті қайтаруға тырысуға келіседі. Топ қаруларын өткізгеннен кейін жайлы үйлеріне жайғасады. Бұл жер өте жайлы, ақыр заман болмаған да секілді. Рик сол арада қоймаға қарайтын Джесси есімді әйелмен танысады. Екеуі бірден тіл табысуда, бірақ әйелдің отбасы бар. Әрине барлығы керемет, топтың қорыққандары да осы. Сондықтан олар сақтық үшін алғашқы түнді бір үйде өткізеді. Қауіпсіз жерге әлі үйрене алмай жүрген Рик сәбиіне алаңдап қобалжып жүреді. Карл да өзімен қатар достар тауып бір түрлі Имет есімді қызбен танысады. Жігіт оның анда-санда ешкімге айтпай сыртқа шығып жүргенін байқаған. Диананың баласы Эйдан, Глен мен Тара және Нойды сыртқа шығып керек заттар іздеу үшін өз тобын алған. Бірақ кейіпкерлер оның миға сыймайтын ережесімен келісе алмауда. Диана жағдайды өз қолына алып, енді барлығы бір отбасы екенін айтып, Рик пен Мишонды қаланың заң қорғаушылары ретінде тағайындайды. Енді топқа еркінсіп, өз үйлеріне жайғасса болады. Бірақ кез келген уақытта, кез келген жағдайға дайын болу керек. А если они не справляются, то мы захватим это место. 13-ші бөлім. Диана Александрияның болашағына сенеді. Сондықтан Рик пен Мишонды шериф ретінде тағайындаған. Бірақ бұл жердің қорғанысында мін бар. Қақпаны ешкім күзетпейді. Сондықтан Рик бұл олқылықтың орнын толтыру керектігін айтуда. Рик пен Керол және Дэрил әлі толық ешкімге сенбейтіндіктен сақтық шарасын жасауды жоспарлап, қару-жарақты сыртқа жасырып қоймақшы. Барлығы кеште жүргенде, Керол сол арада қару қоймасына қару ұрлауға кіреді. Сол арада оны Джессидің баласы көріп қояды. Керол баланы қорқытып, ешкімге айтпауын бұйырады. Рик болса Джессимен барған сайын жақындаса түсуде. Қаруды ұрлап шыққан үшеуі қауіпсіздік үшін жасырып алады. 14-ші бөлім. Қаланың байланысы істен шыққан, оны Юджин жөндей алады. Сондықтан керек жарақты табуға Эйдан кейіпкерлерді бастап сыртқа шығады. Олар керек жарақтарын алып жатқанда әскери өлік шығады. Эйдан оны атқылап гранатасын жарып алады. Ер адам солай жарылыстан кейін мерт болған, ал кейіпкерлердің өздері тығырыққа тірелген. Қаладағы адамдардың барлығы шеттерінен қорқақ болып шыққандықтан Николастың кесірінен Ной мерт болады. Сол арада діндар Дианаға келіп, Риктің тобын қалаға бекер кіргізгенін айтып, олардың өте қауіпті екенін жеткізеді. Және жақын арада олар қала билігін қолдарына аладымыз. 15-ші бөлім. Эйданның өлімінен кейін Диана Глен мен Николасты тергеген. Әрине Глен бар шындықты айтып берсе, Николас керісінше өзін батыр ретінде көрсетіп, жігіттердің кейіпкерлер кесірінен өлгенін айтуда. Рик болса Джессиді күйеуі ұрып жүргенін білген. Сондықтан Дианаға оларды ажырастыруды ұсынады. Егер ер адам көнбесе өлтіру керек. Бірақ Диана адам өлтіруді құптамайды. Ары кетсе қуып жібермекші. Джесси де Риктің бұл іске келіккенін қаламайды. Бірақ екеуінің бір-біріне деген сезімдері жеңіп шығады. Әйелін кейіпкермен ұстап алған Пит жанжал шығарып жұдырығын ала жүгіреді. Екеуі солай төбелесуде. Осы арада Рик өз-өзін ұстай алмай тапаншасын шығарып, бұл жердің ұстанымы мүлдем дұрыс еместігін айтуда. Ваши методы уничтожат это место. Я не буду сидеть сложа.
16 бөлім. Бөлімнің басында Риктің ескі досы Морган көрсетіледі. Ер адам есін жинаған секілді. Орманда ас ішіп отырған ер адамның жанына табанша кезеніп, шекесінде Q деп жазылған бір жігіт келеді. Бұл белгі қасқырлар дегенді білдіреді. Ер адам Морганды заттарымен бірге алып кетпекші. Артынша екіншісі келіп шабуылдағанда әбден машыққан Морган екеуінен кетуін сұрап, таяқтың астын алып, талдырып тастап, бұзылған көлік ішіне ұйықтатып кетеді. Аронға қосылған Дэрил сыртқа шығып адамдарды іздеуде. Сол арада екеуі қасқырлар тобының құрып қойған тұзағына түседі. Және өліктер шекесіне Q таңбасы ойып салынған. Екеуі бас сауғалап көлік ішіне жасырынады. Оларды таяқ ұстаған Морган құтқарған. Арон оған риза болып өз тұрағына шақырады. Бірақ Морган басқа мақсаты барын айтып, Рик берген картаны Дэрилге береді. Дэрил Риктің есімін оқып, жағдайды бірден түсінеді. Сол арада Николас Гленді алдап сыртқа алып шығып, орман ішінде атады. Бірақ жараланған кейіпкер қашып үлгерген. Екеуі артынша айқаса кеткенде Николас Гленді өліктерге тастап кетеді. Кеш бата қала тұрғындары Риктің сотын бастайды. Және де сот кейіпкерсіз өтуде. Өйткені ол діндердің кесірінен ашық қалған қақпадан кірген өліктермен айқасуда. Ал орманда аман қалған Глен Николасты ұрып жығады. Бірақ өлтіруге қолы бармай тұраққа алып келеді. Сотта әрқайсысы өз ойларын айтып жатқанда өлікті көтеріп Рик келеді. Ер адам олардың көзін ашуда. Бұл әлем бұрынғыдай емес, өмір үшін күресу керек. Осы сәтте әйелін қызғанған Пит қылыш көтеріп келеді. Оны Диананың күйеуі тоқтатпақ болғанда пышаққа ілініп мерт болады. Күйеуінен айырылған Диана Питті өлтіруді бұйырады. Рик? Осылай 5-ші маусым аяқталады. Жалғасын көргіңіз келсе, арнаға тіркеліп лүпілдеріңізді аямай басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Және Telegram арнаға тіркеліп кетіңіз. Сіздермен Киномен.